Сәлем достар. Бүгін математиканың 3-ші сынып математика 93-ші сабақты өтеміз. Сабағымызды бастамас бұрын осы каналға подписация жасап, лүпіл қойып жіберіңіздер. Ал сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз есептеу, қорытындылау, театр тақырыбы. Сен есептеуді үйренген тәсілдерін қолданатын боласың. Ал жақсы, келесі бірінші тапсырма. Мәтінді өрнектердің мәнін тауып, балалардың қайсысы театрдағы қандай қойылым түріне баруды ұнататынын анықта. Так, балет театрын есептейік. 120-ны 40-қа бөлсек 3, 7-ні 3-ке көбейтсек бізде жауабы 21 шығады. Бізде 21 сәуле балетке барғысы келеді екен, балетке барғанын ұнатады екен. Келесі 850-ден 650-ді азайтатын болсақ, бізде 200 жауабы шығады. 200-ді 5-ке бөлетін болсақ 40. Бұл бізде Балжан драма театрына барғанды ұнатады екен. Келесі 303-ті алдымен балалар, мынаны есімізге сақтайық. Бірінші көбейту бөлу амалдары орындалады. Содан кейін қосу азайту амалдары орындалады. Ал жақшамен берілген болса, алдымен жақша орындалады. Содан кейін барып көбейту бөлу амалдары орындалады. Осыны есте сақтайық. 303-ті 3-ке бөлейік. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 0 3-ке бөлсек 0, 3-ті 3-ке бөлсек 1, 101. 500-ден 101-ді азайтатын болсақ, мына жерге бір бағандап көрсетейін. Келесіде міндетті түрде есімізге сақтаймыз. Так, 0 болғандықтан, 0-ден 1 азайтылмайтын болғандықтан, алдыңғы саннан қарызы береміз. Сонда 10 болады. 10-нан 1-ді азайтсақ 9. Келесі, бізде мына жерде қарыз бергендіктен 9 қалды. 9-дан 0-ді азайтсақ 9. Мана басында алдыңғы саннан қарыз алдық. Сонда бізде 4 қалды. 4-тен 1-ді азайтсақ 3. 399. Жазира опера театрына барғанын ұнатады екен. Келесі, пантомима дейді, ондай да бар екен. Күлкілі әзілдердің театры. Енді 540-қа 120-ны қосамыз. Жаңа айтып кеттім ғой, алдымен жақшаны орындаймыз. Сонда бізде 660 болады. 660-ты 6-ға бөлсек 110 болады. Бұл бізде Асқар жақсы көреді екен. Пантомима деген театрға барғанды. Келесі қуыршақ театры. 650-ден 320-ны азайтамыз. Сонда бізде 330 болады. 330-ды 30-ға бөлсек 11. Бұл бізде Мұрат қуыршақ театрына барғанды ұнатады екен. Қуыршақ театры дейді. Келесі теңдеулерді шеш дейді. Ал жақсы шешейік. X көбейту 3 тең 1000 азайту 340. Енді мұна есепте бізде мұқият қарайтынымыз x көбейту 3 сол күйінде тұрады. 1000-нан 340-ты азайтамыз. 660 болады. Енді x-ті табу үшін 660-ты бөлеміз 3-ке. Сонда x-іміз тең болады 220. Тексерейік. 220 көбейту 3 тең 1000 азайту 340. 220-ны 3-ке көбейтсек 660, 1000-нан 340-ты азайтсақ 660 болады. Келесі, екінші теңдеу x бөлу 40 тең 36 бөлу 18. X бөлу 40-ты дәл жаңағындай x көбейту 3 сияқты қылып жазамыз. X бөлу 40 деп. Теңдеймізді мына жақтағы амалды орындаймыз. 36-ны 18-ге бөлсек 2 болады. Енді x тең бөлуге кері амал көбейту. 2 көбейту 40 дейміз. X тең 80. Тексерейік. X-дің орнына 80-ді қоямыз. 80 бөлу 40 тең 36 бөлу 18. 80-ні 40-қа бөлсек 2, 36-ны 18-ге бөлсек 2. 2 тең 2 болады. Келесі. Мысалдарды есептеп жауаптарын сандықтан тап дейді. 18-ге 2-ні көбейтсек бізде 36 болады. 36. 36 бар ма бізде? Бар екен. Келесі, 60-ты 5-ке көбейтсек 300. 300 деген бар ма? Бар екен. Келесі, 17-ні 3-ке көбейтсек 51 болады. 51 бар ма? Бар екен. Келесі, 550-ді 5-ке бөлсек 110 болады. 110 бар ма? Бар. Келесі, 140-ды 7-ге бөлсек 20. 20 бар ма? Бар. Келесі, 440-ды 20-ға бөлсек 11 болады. Тек 11-дің өзі. 11 ма? Жоқ. 22 болады екен. 22. 22 бар ма? Бар. Келесі, 808-ді 4-ке бөлсек 202 болады. 202 бар ма? Бар. Келесі, 306-ны 3-ке бөлсек 102.
102 бар ма? Бар. 420-ны 2-ге бөлсек 210. 210 бар ма? Бар. 999-ды 3-ге бөлсек 333 болады. Бар ма? Бар. 369-ды 3-ге бөлсек 121 болады. 121 бар ма? 123 болады екен, бар ма? Бар, 123 болады. Келесі 482-ні 2-ге бөлсек 241 болу керек. Бар ма? Бар. Келесі 4-ші есеп. Біздің мектепте 485 оқушысы театрға барады. Барлығы неше оқушы барады? 485. Қуыршақ театрына 130 барады дейді. Қуыршаққа 130 бала барады. Опера мен балет театрына одан 2 есе артық барады. Опера мен балетке қуыршақтан 2 есе барады. Сонда 130-ды 2-ге көбейтеміз. Ал қалғандары драма театрында қойылымдарды көреді. Қалғандары қойылымға барады. Драма театрына қанша оқушы барды дейді? Қойылым, драма театрына барады және осыны тап дейді. Так, опера мен балеттікін тауып алайық. Опера мен балетті 130-ға 2-ні көбейтеміз, 260. Енді 130-ға 260-ды қосамыз. 2 қуыршақ пен опера балетті тауып алу үшін. Сонда бізде 390 болады. Енді барлығы 485 бала ғой. 485 баладан 390-ды азайтатын болсақ, 5, 9, 95. Қалғандары деп отырамыз, осы 95. 95 бала драма театрындағы қойылымға барады екен. Келесі есепке назар аударайық. Қысқаша жазылу бойынша есептер құрасты. Бірінші күні 160 билет сатылды. Екінші күні бұған қарағанда, бірінші күнге қарағанда 2 есе артық билет сатылды. Ал үшінші күні қанша билет сатылды дейді. Барлығы бізде 810 билет. Так, 160 екінші күндігін табу үшін 160-ды көбейтеміз 2-ге. 320 болады. Енді үшінші күні қалған билеттер сатылған. Демек, 320-ға 160-ды қосамыз. Дәл жанында болып шығады 480. 810-нан 480-ді азайтамыз. Қанша болады бізде? 330 болады. Келесі бір кітапта 340 бет бар. Екінші кітапта бірінші кітапқа қарағанда 2 есе кем беттері. Ал барлығы бізде қанша бет деп сұрап тұр. Ол үшін былай жасаймыз. Екінші кітапты тауып аламыз. 340-ты есе кем десе бөлеміз 2-ге. Сонда 170 болады. Ал барлығы қанша былай дейді, екінші кітап бірінші кітапқа қарағанда қанша бет артық дейді. Демек 340-тан 170-ті азайтамыз. Сонда бізде 170 болады. 170 бет артық болады екен. Келесі есептеп дұрыстығын тексер дейді. 41-ді 2-ге көбейтсек, бізде болады 82. Ал 639-ды 3-ге бөлсек, 213 болады. 33-ті 3-ге көбейтсек, 99. 248-ді 2-ге бөлсек, 124. 23-ті 3-ге көбейтсек, 69. 82-ні 2-ге бөлсек, 41. 96-ны 6-ға бөлсек, 16. 51-ді 3-ге бөлсек, 17. 428-ді 2-ге бөлсек, 214. 69 23-ге бөлетін болсақ, 3 болады екен. Енді бұны қалай тексереміз? Мысалы, 41 көбейту 2 бізде 82 болатын болса, бұны тексеру үшін біз 82-ні 2-ге бөлеміз. Сонда мына жердегі сан шығу керек. 41 шығады. Бұл дұрыс деген сөз. Келесі 639-ды 3-ге бөлген кезде біз 213 болады дедік. Ал енді тексерген кезде 213-ті 3-ге көбейтеміз, сонда 639 шығу керек. Келесі 33-ті 3-ге көбейткенде 99 деп айттық та. Ал енді тексеру үшін 99-ды 3-ге бөлеміз, сонда 33 шығады. Келесі кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз, олардың мәні тап дейді. Қараймыз балдар, қосылғыш 630, қосылғыш 36-ны 3-ге бөлгенге тең дейді. Қосындының мәнін табыңдар дейді. Қосылғыш деп отырамыз 630, оған қосамыз 36-ны 3-ге бөлсек 22 болады. 12 болады. 12. Оған 12-ні қосамыз, сонда бізде 742 болады.
Мына жерде 742 болу керек. Мына жерде 742. Келесі, демек мына жерде 742. Келесі 52-ні 2-ге көбейтеміз. Және оған қосамыз 300-ді. Мына екеуін көбейтсек бізде 104, оған 300 қоссақ 404. 404. Келесі 18-ді 3-ге көбейтеміз, оған қосамыз 120-ға қосамыз 360-ды. 18-ді 3-ге көбейтсек 54, оған қосамыз 120, қосамыз 360. 120-ға 54-ді қоссақ, екеуін қоссақ 174, ал 360-ды қосатын болсақ 4, 13, 4, 534 болады. 534. 700 қосамыз 25 көбейту 4. 700 қосамыз 25-ге 4-ті көбейтсек 100 болады. 700-ге 100-ді қоссақ 800. Жауабы 800. Енді бөлуді орындайық. 50-ді 3-ге көбейтеміз, 150 болады. 150-ден 80-ді азайтамыз, 70 болады. Мына жер 70. 650-ден азайтамыз, 120-ны 6-ға бөлгенге. Так, 650-ден азайтамыз, 20-ны сонда тең болады, 630. 630. Так, келесі 760-тан азайтамыз, 20 қосу 30. 760-тан азайтамыз, сонда 50-ді. 710 болады. 710. Тесе жазғандықтан андай болып кетіп жатыр. 90-ды көбейтеміз 9-ға, және азайтамыз 400-ді. 90-ды 9-ға көбейтсек 810. 400 азайтсақ 410. Келесі балалар теңдеулерді шешіңдер дейді. X көбейту 3 тең 1000 азайту 730. Так, бұл есеп қалай шығады? Дәл манағындай, мен айтқандай, бірінші x көбейту 3-ті жазып аламыз, сосын тең дейміз 1000-нан 730-ды азайтамыз. Азайтсақ бізде 270 шығады. Енді мына жерде x табу үшін 270-ті 3-ке бөлеміз. Сонда x-іміз тең болады 90. Келесі 880 бөлу y тең 535 азайту 491. 880 бөлу y тең 535-тен 491-ді азайтсақ 4, 13-тен 9 азайтсақ тағы да 4, сонда 44. Y тең 880-ді 44-ке бөлеміз. Сонда y-іміз тең 20. Келесі A азайту 45 тең 389 азайту 254. Енді A азайту 45-ті жазамыз. 389-дан 254-ті азайтамыз, сонда бізде шығады қазір айтайын 135 шығады. 135. Енді A-ны алу үшін 135-те қосамыз 45-ті. Сонда A тең болады 180 жауабы. Келесі есеп көбейтудің терімділік және ауыстырымдылық қасиеттерін пайдаланып өрнектерді есепте. Терімділік, ауыстырымдылық деген қасиеттерде отырамыз. Мына жақшаны қазір былай тұр ғой 25 пен 5-тің көбейтінсін деп, бұл жақшаны 5 пен 4-тің көбейтінсі деп ауыстыруға болады. Және 2 мен 48-дің көбейтінсі деп ауыстыруға болады. Сол қасиеттерді пайдаланып шығар дейді. Мысалы, жақша былай тұр. Біз былай есептеп көрейік. 5-ке 4-ті көбейтсек 20, 20-ны 25-ке көбейтсек 25 көбейту 20, бұл бізде 500 болады ма? Иә, 500 болады. Келесі 2-ні 48-ге былай жазуға болады. 2 көбейту 5, бұны жақшаға алып, оған 48-ді қоссақ. Қарайық. 2 мен 5-ті көбейтсек 10, оған 48-ді көбейтсек 480. Оңай тәсілмен шығады. Енді мынауда 25 көбейту 4, көбейту 6 деп жазуға болады үшіншісінде. Өйткені 25 пен 4-ті көбейтсең 100, 100-ді 6-ға көбейтсең 600. Келесі, мынауда дәл сондай. 20 көбейту 5 деп жазып алуға болады, және оған 8-ді көбейтуге болады. 25-ге 100, 100-ге 8-ді көбейтсең 800. Келесі,
Осы да дәл сондай мына 5-ші есепте 5 көбейту 20 көбейту 6 деп жазуға болады. 5 пен 20-ны көбейтсек 100, 100-ге 6-ны көбейтсек 600. Келесі 2 көбейту 7 көбейту 5 дегенді біз 2 көбейту 5 және бұны жақшаға алып 7-ге көбейтуге болады. 2 бесіміз 10, 10-ды 7-ге көбейтсек 70. Осымен балалар сабақ аяқталды. Түсінікті деп ойлаймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, төменде WhatsApp нөміріне жазсаңыздар болады. Және алдымен каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.